Қайырлы күн, құрметті пайдаланушы. Менің есімім Гүлдана, және осы қысқа бейнероликте мен сізге қалай біздің бағдарламаны пайдалану керектігін көрсетемін. Осы бейнероликті қарап шыққаннан кейін, сіз өзіңіздің мәселеңізді қалай шешуге болатынын түсінесіз. Сондай-ақ бағдарламаның мүмкіндіктерімен жақынырақ танысасыз. Бұл видеода біз настройки приложения бөлімдерін қарастырамыз. Общие бөлімінде жүйенің барлық базалық параметрлері ұсынылады. Экранның жоғарғы бөлігінде компанияңыз жұмыс істейтін елді таңдаймыз. Келесі тіл таңдау. Орыс немесе қазақ тілі. Әдепкі бойынша орыс тілі таңдалған. Расчет себестоимости. Сатып алу бағасының қандай әдіспен есептелетінін анықтайды. 3 нұсқа қолжетімді. Соңғы сатып алу бағасы, соңғы 5 сатып алу бағасының орта бағасы, және соңғы 200 сатып алу бағасының орта бағасы. Бизнесіңізге сәйкес келетін нұсқаны таңдаңыз. Тауарларды сауда нүктелері арасында ішкі ауыстыру кезінде баға түрін таңдаймыз. Сатып алу бағасы немесе сату бағасы. Разрешить продавать товар с нулевым остатком. Қоймада тауар болмаса да сатуды рәсімдеуге мүмкіндік береді. Уведомлять о продаже товара с нулевой ценой. Баға қойылмаған тауар сатылған кезде жүйе ескерту көрсетеді. Разрешить продавать товары, которые участвуют в ревизии. Инвентаризация процессіндегі тауарларды сатуға мүмкіндік береді. Включить разграничение прав просмотра продаж товара. Пайдаланушыларға басқа қызметкерлердің сатылымдарын көруді шектейді. Келесі баптаулар кассирдің жұмысына қатысты. Сканерлегенде курсор автоматты түрде қосылған тауарға өтеді. Бірдей тауарлар біріктірілмей бөлек позициялар ретінде қосылады. Қарызға сату кезінде клиентке бонус есептелмейді. Қарызға сатуды толықтай өшіру. Фискализация жүйесіне жіберілген сатылымдарды өңдеуге мүмкіндік береді. Тауар қабылдау кезінде болашақ күнді көрсетуге мүмкіндік береді. Келесі бөлім конфигурация бөлімі. Бұл бөлімде бизнес түрі таңдалады. Таңдалған салаға байланысты жүйенің логикасы және қолжетімді функциялары өзгереді. Қызметкердің жалақысын есептеу тәсілі осы бөлімде анықталады. Қызметкердің картасынан немесе тауар картасынан. Және бұл бөлімде тауарларға өлшемдік сипаттамаларды қосу іске асырылады. Келесі бөлім печать чеков. Сатылым кезінде чектерді рәсімдеу және басып шығару параметрлері осы бөлімде көрсетіледі. Осы жерде фискалдық тіркеушіні баптауға болады. Ол печать через фискальный регистратор белгісін қойғанда іске асырылады. Келесі бөлім печать этикеток и ценников. Тауарлардың этикеткалары мен бағалық жапсырмаларын басып шығару баптаулары осы жерде көрсетіледі. Мысалы, этикетканың размерін және басып шығарылатын мәтіннің өлшемдерін көрсетуге болады. Келесі бөлім бонусная система. Мұнда клиенттердің бонустық жүйесінің параметрлері бапталады. Бонустардың белсендірілу және автоматты түрде жойылу мерзімдері осы жерде көрсетіледі. Келесі бөлім настройки SMS. SMS хабарландыруды жіберу баптауларына арналған бөлім. Настройка WhatsApp бөлімі. WhatsApp арқылы клиенттердің бонустары туралы хабарламаларды жіберуді баптау және интеграциялау бөлімі. Келесі бөлім скидка клиентам бөлімі. Бұл жерде сатылым сомасы белгілі бір шектен асқанда қолданылатын жеңілдік және бонус пайызын көрсетуге болады. Қосылған әр жол үшін өзгерту және өшіру қолжетімді. Келесі бөлім пост-терминал бөлімі. Бұл бөлімде жүйеге терминал қосуға болады. Алдыңғы бөлім секілді бұл жерде де өзгерту және өшіру қолжетімді. Соңғы бөлім рабочее место кассира. Бұл бөлімде қызметкерді сату кезінде таңдауға рұқсат беру, сату барысында жаңа клиенттерді қосуға рұқсат ету, және себеттен тауарларды өшіру үшін пин-кодты орнату мүмкіндігі бар. Барлық өзгерістер енгізілгеннен кейін сохранить батырмасын басыңыз. Бұл бейнеролик сіздің сұрақтарыңызға жауап берді деп үміттенеміз. Біздің арнамыздағы басқа да оқыту видеоларын көріңіз, немесе кез келген уақытта 8-702-778-99-11 нөмірі арқылы хабарласыңыз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Сізге сәтті сауда тілейміз.